Бүгін елордада елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен гольфтан Астана кубогы үшін ашық турнир өтті. Дәстүрлі дода 10 жыл бойы осы шілде айында өтіп келеді. Бас жүлдеден үмітті 70-тен астам спортшы өзара бақ сынады. Сайыс соңына қарай 4 адамнан құралған команда ақтық сыннан мінсіз өтуі тиіс. Қатысушылардың ішінде ең алыс нүктеге және қуысқа гольф тобын сәтті бақтап, жақсы ойын көрсеткендер болды. Ойыншылардың сауатты соққыларын ескерген сарапшылар үздік спортшыларға тиісті жүлделерін табыс етті. 2000 жылдан бері құрылған гольф клубының мүшелері жыл санап көбейіп келеді. Биыл 9 жаңа алаң пайдалануға берілді. Яғни гольфпен шұғылданамын деушілерге барлық жағдай жасалған. Баршаларыңызды елордамыз Астананың туған күніменен құттықтаймын. Келе жатқан мерекеменен барлық. Осы жылдардың ішінде жоқ жерден далада біз гольф клубты аштық. Бірнеше жігіттерді тәрбиеледік. Қазақстанда гольф мәдениеті еселеп өсіп келе жатыр. Бүгін де мінекей сол тойдың қарсаңында бүгінгі турнирді ашайық деп отырмыз.